Пешші жасалатын сникерс пирогын жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жібермешін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Печеньені блендерда немесе оқтаумен үгітіп алып, үстіне сары майды құйып, жақсылап араластырып, ыдысымызға саламыз. Кольцамызды қойып, жақсылап тығыздап, тегістеп шығамыз. Жақсылап тегістеп, жан-жағына бортик жасап шығамыз. Қасықпен осылай жан-жағын тегістеп, әдемілеп аламыз. Вареный сгущенкамызға арахисовый, соленый арахисовый жаңғағымызды қосамыз. Вареный сгущенкамыз қою болуы қажет. Жақсылап араластырып алып, пирогымыздың үстіне салып, тегістеп шығамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Тегістеп аламыз, және де шамалы бір жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Үстіне құятын глазурымызды дайындаймыз. Шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алып, арахисовый жаңғағымызды салып, араластырып, пирогымыздың үстіне құйып шығамыз. Пирогымыздың үстіне құйып, тегістейміз. Холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Пирогымыз өте дәмді. Дәмі сникерс сияқты болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепттер жібермей алмас үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет. Пирогымыз тез және оңай жасалады.